Эверест тау шыңына шығуға дайындалып жатырмыз. Қарсы алдағы сынақтар өте қиын болмақ, бірақ біз дайынбыз. Құралдарымыз тексерілген, арқан, каска, рюкзак бар және ең бастысы зейінмен сеніміміз дайын. Бұл сәтті сезіну Most important thing is safety and taking every step carefully. Альпинистер осында өздерін әлсірегендей сезеді, бірақ демалмай ары қарай көтерілу керек. Біз мұнда қауіптің нақты мағынасын сезінеміз. Осы Кейбір адамдардың денелері әлі күнге дейін маршрут бойында жатыр. Альпинистер оларды жол белгісі ретінде қолданады. Біз бұл сәтті көріп, сол тарихты түсінеміз. Көріп тұрған тау жай ғана әдемі жер емес. Бұл жерде жүздеген адам қайтыс болған және олардың денелері әлі күнге дейін сол жерде жатыр. Шамамен 5300 метр биіктіктеміз. Бұл бейскэмп. Осында альпинистер бірнеше күн дайындалады. Денені бейімдеу, құрал жабдықты тексеру, демалуға уақыт бар. Әр күн ауа райымен биіктіктің қандай. Алда камп бір, шамамен 6000 метр. Сол жерден бастап нағыз сынақ басталады. Биіктікте көптеген атақты альпинистер де қайтыс болды. Мысалы, Роб Халл және Скотт Фишер. Біз олардың өткен жолмен жүріп, сол қорқынышты атмосфераны сеземіз. Адам ағзасы баяу жұмыс істемей қалады, тыныс алу қиын. Кез келген қателік өмірге қауіп. Біз мұнда әр қадам сайын сақ боламыз. Қазір жел күшейіп келеді, ауа жұқа. Алдағы түнде тағы да жоғарыға шығамыз. Эверест тауы тек биік тау емес. Бұл түрі қауіп мен өлім арасындағы шекара әр қадам сайын өмір мен қауіп қатар жүреді. Біз өзіміздің шындықты түсіріп, көрерменге жеткіздік. Мен қазір Эдмунд Хилларимен бірге тұрмын. Бұл адам Эверест тау шыңына алғаш шыққан адам. Осындай тарихи тұлғамен Эверест тау шыңы біздің қолымыздан келді. Барлық сынақтар мен қауіпті сәттер артта қалды. Біз бұл көріністі, бұл биіктікті өз көзімізбен көрдік және енді әр қадам, әр демалу жеңіс.